Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай дәмді етіп, тіске басар, өте жұмсақ карамельный банан пирогын жасап бөлісетін боламын. Өте оңай, жеңіл, және де бір жасағаннан ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге керекті 100 грамм 82% сармаймыз керек, және де 50 грамм сахарный пудрамыз, бір жұмыртқамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал барлығын араластырды. Енді бізге 220 грамм ұнымызға бір чайный ложка қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, енді қамырымызды илейтін боламыз. Бұл жерде енді қамырымыз сап-сары, жұмсақ, өте күшті болып шығады. Қамырымыздың барлығын жақсылап қандырып, холодильникке кішкене салып қоямыз. Енді начинкасы дайын болғанша тұрады холодильникте. Бізге начинкасіне 400 грамм осындай иртештің қаймағы керек, 20%. Осы қаймақ қою болады. Енді басқа қаймақтар сұйық, сондықтан да осы иртештің қаймағы болса тіптен жақсы. Және 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Және де бұл жерде мен кукурузный крахмал салдым, 2 ас қасық, және осындай варенкамыз қою, 1 банка варенкамызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ал мінекей, енді қамырымызды алып, формамызға жақсылап осылай жайып, бір тегістетіп, қолдың көмегіменен жаятын ішіне тізіп жайып шығатын боламыз. Енді бізге керекті бұл жерде 3 бананымыз керек. Енді осы ішін бананменен тізіп толтырып шығатын боламыз. Егерде банан көбірек салсаңыздар да болады. Мен бұл жерде 3 банан қолдандым. Енді осы дайын тұрған қаймақ начинкамызды салып, барлығын тегісті етіп ішін толтырып, енді духовкада 180 градуста 35-40 минутта піседі. Әркімнің духовкасы әрі қалай, сондықтан да піскен кезде ортасы іркілдеп тұрса, тағы да кішкене қойыңыздар. Міне толық дайын болды. Мен бұны балконға шығарып кішкене бір 2 сағат қойдым. Және де тағы да холодильникке бір 3-4 сағатқа қойсаңыздар да болады. Мен енді осы балконға 2 сағат қойып, кішкене суыған соң кесіп, осылай көрсетпекшімін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егерде менің осы видео рецепттерім сіздерге пайдалы болса, ұнаған болса, менің осы каналыма тіркеліп, өз комментарияларыңызды, пікірлеріңізді жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген видео рецепттерменен бөлісетін боламын. Ас болсын. Рахмет сіздерге. Менің видеомды соңына дейін қарап отырған жандарға. Қонақтарыңыз келсе, міндетті түрде осылай жасап берсеңіздер болады. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Алдағы уақытта сіздерменен кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Ас болсын.